Ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Алланың қалауымен қазір мен сізге мынау қоңыр құран кітап жайында толығырақ ақпарат беремін. Ерекшеліктері, пайдасы жайында. Бұның сырты әр түсті бола береді, қызыл, жасыл, көк деген секілді. Ең бастысы бұның парақтары. Құранды алғаш жаттап жүрген кезімде бір ұстазым маған былай айтқан еді. Бір бауырымыздың көзі алыстан көрмейтін болған ғой. Сөйтіп Алланың қалауымен осындай қоңыр құранмен Құранды толық жаттап, көзі дальныйдан да ближайдан да көретін болып кеткен. Жалпы бұл қоңыр парақтардың денсаулыққа пайдасы жайында ғылыми зерттеулерден де көре аламыз. Тіпті кезінде Абай аталарымыздың көне кітаптарға көз салатын болсақ, бұл кітаптардың парақтары осындай сарғыш болған, яғни қоңыр болған. Күніне 8 сағаттан астам Құран оқитын қариялар дәл осы Құранды тұтынады. Құранды жаттаған және де Құран жолында 10 жылдай білім алған адам ретінде айтатын болсам, менің өз Құраным дәл осындай Құран. Ерекшеліктерінің бірі парағы қоңыр, светке жылтырамайды. Әдетте көп кітаптарда байқасаңыз, сол үйдің шамы, күннің сәулесі түскен кезде парақтар жылтырайды ғой. Бұда ондай парақтар жылтырамайды. Және де делік сіз Құранды далада оқып жатырсыз. Күннің сәулесі түсіп тұр. Күннің сәулесі қатты ғой, былайша айтқанда көз ауыртады. А сол қатты жарықты бұл қоңыр парақ өзіне сіңіріп, бізге көзімізге жылу түсіп береді. Дәл сол секілді бөлменің шамы да қатты жанып тұрған жағдайда осы парақ ол шамның қаттылығын сіңіріп, біздің көзімізге жұмсақ түсіп береді. Және тағы бір ерекшелігі, байқасаңыз, парақты максималды қолданған. Байқасақ, медицинский құрандар бар ғой. Парақты ортасына жазғанда, жанында бос орындар болады. Байқасақ. Ал бұл жерде максимал түрде қолданған, бос орындар азғантай ғана, қалған жерде осылай кең қылып жазған. Бұл да біздің Құран оқығанда көзіміздің шаршамауына, және де әріптері аралары ашық-ашық жазылған. Бұл тоже көзге ыңғайлы. Тағы бір маңызды нәрсе, әр беттің соңында келесі беттің басы жазылған. Қараңыз. Мына мысалы мына жерде оқимын. Кәзалика нақуссу алейк. Келесі бетті ашамыз. Кәзалика нақуссу алейк. Сіз Құранды жаттаған кезде келесі бетті жалғастырып кетуіңізге ыңғайлық береді. Және де осы жақында біз кітапша жазғанбыз, күніне 30 минут Құран оқу арқылы қари болу, яғни хафыз болу стратегиясы деген. Яғни осы Құран кітапты сатып алған кісіге біз сыйлық ретінде кітаптың алғашқы бетіне кітапты осы QR-ға енгізіп қойғанбыз. Негізі ол кітап бөлек сатылады, кітапша. Бірақ мына Құран кітапты алған кісіге сыйлық ретінде сол кітапты береміз. Бұл Құранды сіз өз жақыныңызға немесе Құранды көп оқитын қарияларға сыйлай аласыз. Яғни сол арқылы сіз өз ақыретіңізге инвестиция құя аласыз. Қазақстанның барлық қаласына жібереміз. Аллах тағала береке берсін.